Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырсақ дайындаудың жолын көрсетемін және бір-екі лайфхактармен бөлісетін боламын. Менімен бірге дайындауға шақырамын, сіздермен Гүлназ. Ең алдымен бізге жылы су қажет. Судың үстіне қант саламыз. Ашытқы саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және күнбағыс майын салып, бөлме температурасындағы жұмыртқаны салып араластырамыз. Осылайша 5 минутқа бетін жауып қоямыз, демалдырамыз. Бізде ашытқы көтерілуі керек. Егер ашытқы көтерілмесе, онда оның мерзімі бітті деген сөз, және ондай ашытқыдан сізде қамыр көтерілмейді. Міне бізде көтерілді, бетінде көріп тұрғандарыңызда көбіктер пайда болды. Шанышқымен немесе венчикпен араластырамыз. Онды електен өткізуді ұмытпаңыздар. Бұл дәмді және тәтті бауырсақтардың маңызды шарттарының бірі. Електен өткізілген ұн оттегімен байыпталады. Қамырды дайындайтын бөлме салқын болмауы керек. Салқын болса, қамыр қыртыстар пайда болып, дұрыс көтерілмейді. Және де барлық ингредиенттер 30-35 градусқа дейін жылы болуы керек. Яғни жұмыртқа, су жылы болуы керек. Ашытқы төмен температурада өз белсенділігін жоғалтады, қамыр дұрыс көтерілмейді. Ең бірінші аз ғана ұнды салып араластырамыз. Маған осы процесс ыңғайлы. Барлық ингредиенттердің грамм мөлшерін описание бөлімінде жазып қоямын. Барлық ұнның нақты грамм мөлшерін жазбаймын, себебі ұнның сапасы бірдей болғанымен және бір аттас ұн болғанымен жұмыртқаның граммы, судың граммы әртүрлі болады. Сондықтан бұл жерде ұнның нақты граммын қолыңызбен ұстап көру керек. Осындай болып тұрады, қолымызға жабысып тұрады. Бетін пищевой пленкамен ораймыз, немесе қолданған ыдысымыздың жабатын қақпағы болса тіптіден жақсы. Осылайша жылы жерде 40-50 минут ұстаймыз. Міне менде қамыр көтерілді. Қамыр осылай жылы жерде кем дегенде 3 сағат тұрады. 3 сағаттан асырмаңыздар. Осы рецептпен дайындалған қамырдың ашығаннан кейін морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Шетінен қолдана беруге де болады. Қамыр жақсы көтерілді. Бізде басқа ұн қажет емес. Қолымызды бір рет майлап алсақ, сол жеткілікті. Барлығын біріктіріп, жұқа етіп қамырды жаямыз. Столды да ұнмен сеппей, жаңағы майдың көмегімен, оқтаумен 4-5 мм етіп жаямыз. Қамыр бізде жұмсақ, нәзік болып тұрады, және орысша айтқанда послушный дейді ғой, сондай қамыр болып тұр, және қолымыздың майымен бізге ешқандай қамыр жабысып тұрған жоқ. Қарасаңыздар, мен ешқандай оқтаудың көмегінсіз де қолыммен жайып жатырмын. Әрине, кесу барысы пішінді өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Мен стаканның көмегімен дөңгелек етіп кесіп шықтым. Қараңыздар, қалыңдығы осындай болуы керек. Егер қатты қалың піскен кезде ортасы қалың болып піскенін қаласаңыздар, бұдан да қалың етіп жайыңыздар, және жайып кесіп болғаннан кейін таза ас сүлгісімен үстіне болашақ бауырсақты қойып шығамыз. Бауырсақты пісіргенге дейін оны толығымен демалдырамыз. Бұл әдетте 10-15 минутқа дейін созылады. Мен 10 минут демалдырып алдым. Егер сіз оның көтерілуіне жол бермей оны бірден пісірсеңіз, онда бауырсақтар жақсы піспеуі және дұрыс көтерілмеуі мүмкін. Кастрюльге майды құйып, жақсылап қыздырамыз. Бауырсақтарды шетінен сала отыра пісіріп аламыз. Кастрюльді таңдаған себебім ең бірінші кезекте май жан-жаққа шашырамайды. Екіншіден, бауырсақтар көтерілгенде орта жақтары ақ болып қалмайды, яғни толық бүкіл жерлерімен май тиіп қызарады. Майды қыздыру барысында бірінші қатты отта қыздырып аламын, сосын бауырсақты салғанда отты орташа деңгейге қоямын. Қатты отта бауырсақ сырты тез қызарып, іші шикілеу болып қалуы мүмкін. Осылайша барлығын пісіріп шығамыз. Және де мен бұл рецепті наурыз айында салдым. Егер сіз наурыз айында көріп жатсаңыз, сізді ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймын. Наурыз құтты болсын. Каналыма жазылып, комментарийға өз пікіріңізді жазыңыз.
Бұл рецептті көп іздедім, себебі менің бауырсақтарым қатты қалың болып қала беретін және жаңағы айтып өткен техникаларды қолданып істеуді маған енем үйреткен. Яғни ингредиенттердің бөлме температурасында болуы, салқын емес жылы жер болуы және қуыру барысында оттың тілін түсінуі. Осының барлығын маған енем үйреткен болатын. Сіздер қалай дайындайсыздар, қандай заттар қолданасыздар, пікіріңізді жазыңыздар. Міне осымен бауырсақтарымыз дайын болды. Менің видео рецепттерімді қолданып, өз отбасыңызды қуантып жүргеніңізге алғысымды білдіремін. Сіздермен болған Гүлназ, келесіде кездескенше.